Қайырлы күн, бүгін кітап сияқты шығаруды үйренетін боламыз. Осылай болады. Ол үшін бірінші керекті документімізді ашып аламыз. Осы жерде файлға кіріп, печат. Осы жерде екі страницаны таңдап аламыз, екі бетті. Және мына жерге беттерін дұрыс жазу керек. Ол үшін документіміздің беттерін жазып аламыз. Бізде 12 парақ. Бірінші бөлікке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Бұны шығару үшін бірінші кезең 12-ден 1-ге қарай, 10-нан 3-ге, 8-ден 5-ге бірінші бір бөлігін шығарып алатын боламыз. Міне мұнда қажетті беттерді жазып алдық. Осы бірінші кезеңнің беттерін жазып алып шығарамыз. Мінекей бізде осындай бейнеде шықты. Енді дәл осы парақтарды керісінше қойып, келесі қалған беттерін шығаратын боламыз. Келесі кезеңді шығару үшін 2-ден 11-ге, 4-ден 9-ға, 6-дан 7-ге ретімен жазып шығамыз. Мұнда печат ретінде және парақтарды шығарамыз. Мінекей біздің кітапшамыз дайын. Осылай шығарсаңыздар болады.